Қазақстанда ауланған киіктердің еті, мүйізі, терісі қандай мақсатта пайдаланылады? Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар, каналымызға жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар, және де күннің соңғы жаңалықтарынан хабардар болып отырыңыздар. Бұған дейін киіктерді аулауға ресми түрде рұқсат берілгені туралы ақпарат тарады. Message.kz тілшісі осы мәліметтерге байланысты экология және табиғи ресурстар министрлігіне ресми сауал жолдап, ауланған киік етімен қандай мақсатта пайдаланатынын сұрады. Жауапты министрлік мәліметінше 2023 жылы киіктерге жүргізілген санақ бойынша орал популяциясының саны 1.130.000-ға, бетпақтала популяциясының саны 745.300, үстірт популяциясының саны 39.700. Қазақстандық киіктердің жалпы саны 1.915.000-ға жеткен. Жыл соңында киіктердің жалпы саны көктемгі төлін ескергенде 2,6 миллионнан асады. Оның ішінде Орал таралымы 1,6 миллион болады деген болжам бар. Ауланған киіктердің еті, терісі қайда жіберіледі? Ауланған киіктердің ұшасы сонымен қатар терісі ішкі құрылысынсыз келісім шартқа отырған ет комбинаттарына тапсырылады. Ет комбинаттары киіктердің ұшасын өңдеу арқылы өз қажеті үшін пайдаланып сатуға құқылы делінген министрліктің Message.kz-ге ресми жауабында. Ауланған киіктің мүйізі қайда жіберіледі және оған кім жауапты? Ауланған киіктің мүйізі бас сүйегінен кесіп алынып, арнайы мамандандырылған ұйым Охотзоопром ОБ РМК-ға сақтауға тапсырылады. Киіктердің барлық дарибатын пайдалануға халықаралық конвенция бойынша тыйым салынған. Киік мүйізінің сақталуына жауапты арнайы мамандандырылған ұйым Охотзоопром ОБ РМК-ға дейді жауапты орган өкілдері. Қанша киікті аулауға рұқсат беріледі? Киіктер популяциясын табиғи ортадан алу биологиялық негіздеме бойынша жүргізіледі. Орал популяциясы бойынша киіктердің табиғи ортадан алу көктемгі санағы бойынша саны 20%-дан аспау керек. Бетпақтала популяциясы көктемгі санағы бойынша 15%-дан аспау қажет делінген министрліктің Message.kz-ге ресми жауабында. Киіктер қандай жолмен және қай өңірлерде ауланады? Бүгінгі таңда киіктер санын реттеу корал сеткаларын қолдана отырып жүзеге асырылады. Орал популяциясының киіктерден аулау Батыс Қазақстан облысында, ал бетпақтала популяциясы бойынша Ақмола, Қостанай, Қарағанды облыстарында жүзеге асырылады делінген министрлік Message.kz-ге ресми жауабында. Өзекті жаңалықтарды өз уақытында оқу үшін каналымызға қосылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар достар.